Амангелді кен орны 2003 жылдан бері Жамбыл облысында халықты табиғи газбен үздіксіз қамтамасыз етіп, елдің әлеуметтік экономикалық жағдайларын тұрақтандыруға үлесін қосып келеді. Жер қойнауын игеру келісімшарт аумағында орналасқан Малдыбай структурасында сейсмикалық барлау жұмыстары, екі барлау ұңғыларын қазу және екі ұңғыны қалпына келтіру жұмыстары жоспарланған. Қазақстан Республикасының энергетика министрлігінің жол картасы бойынша Барханды кен орнын биыл іске қосу үшін 30 шақырымдық газ құбыры мен газ жинау қондырғысын салуға мердігер мекемемен келісім шарт жасалынып, құрылыс жұмыстары бастауға дайындық жүргізіліп жатыр. Жоспарымыз ағымдағы жылдың 4-ші тоқсанында Барханды кен орнын іске қосу. Биыл бұрғылау жұмыстары кең көлемде жүргізіледі. Соның ішінде Анабай кен орнында 4 ұңғы, Айрақты кен орнында 3 ұңғы, Амангелді кен орнында 3 ұңғы және Барханды кен орнында 1 ұңғы бұрғылау жоспарланып отыр.